Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Токалаев Айсұлтан арнасы. Менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Достар, бүгін егіздердің екінші сериясы, біз бастаймыз. Кеттік. Әке, мама, тұрыңыздаршы, өтінем. Мама, өтінем, тұрыңыздаршы, әке. Таң атпастан не болды оятып? Бүгін апа келеді, я? Менің ата-әжем келеді, ура! Ойбай, ерте оятып алған емес. Бүгін менің ата-әжем келеді. Иә, осыны асыға күтіп жүр екен, иә? Иә, күтіп жүр екен. Мадина да қуанып жүрген шығар түсінде. Солай, оятып көрейін. Қоя ұрсып жүр. Жарайды. Онда мен күтем. Сіздер ұйықтай бересіздер ма? Жоқ, біз стол құрайық қазір. Енді келеді ғой. Аха. Ата-әжем келгенде не болады екен? Дастархан жарқыратып қойдық қой. Иә, бұндай дастархан құрып көрмедік қой. Енді бүгін күштеп тұрып отырсақ болды. Иә. Так, мен Мадина әпкеге айтқым келіп жатыр. Мадина әпке деймін. Осы сен неге менің күннен нервымды ауыртып мені оята бересің? Бүгін ата-әжем келеді. Бір тағына ма? Жыныма тиетін болды ғой. Не айтып жатсыз, қайдағы? Керемет емес пе? Қойшы. Бір түрлі. Жарайды. Мен бүгін өзім қыздармен паркке барамын. Мен тел кетінші өтінемін, әпке. Ата-әже келгенде мен болмаймын. Жарайды. Мама, папа қайда? Ол дүкеннен тағы бір заттар әкелуге кетті. Не, стол құрып жатыр ма? Иә. Жетіскен екенсіңдер. Бұл сыйлықты мен өз қолыммен жасадым. Бұны мен ата-әжеме беремін. Ата-әжем менің печеньені жақсы көретінін өте қатты білемін. Кеттім, мына жерге қоя салайын. Тығып, қазір ата-әжем келгенде беремін. Так, кстати, мен кеттім. Мама қайда десе, қыздармен, подругаларымен паркке кетті дейсаш. Иә, айтам. Кеттім. Так, ата-әжелерің келді ма? Жоқ. Мадина қайда? Ол паркке подругаларымен кетіп қалды. Ол қызда бір жетіскен. Айтпаш. Бір күшті зат болайын деп атқанда бір жаққа кетіп қала береді. Иә, бағана ата-әжені менсінбеді. Енді естіп, осылай болып туылды ғой. Иә. Неге маған күнде тиісе береді? Енді өзі сондай қыз ғой. Үндемей жүре бер. Мен үндемей қаншаға шыдаймын. Аз қалды, қорықпа, бір-бірлеріңді кейін вообще көрмей қаласыңдар. Иә. Ата-әже де келді. Давай тез құрыңдар бәрін. Аха, иә, болды. Қош келдіңіздер, мама, папа. Сәлем бердік. Ата-әже, ой жаным, қалайсың балам? Ата. Қыздарыңыз өте керемет болып өсіп қалды. Иә. Мадина қайда, жоқ қой. Ол паркке бір достарымен кетіп қалып еді. Жарайды. Жүріңдер дастарханға отыр. Сөйтіп, не жаңалық ауылда? Ештеңе жаңалық жоқ. Қарапайым болып жатыр ғой бүгін. Атамыз да больницаға барып жүр. Не болды? Біраз ауырып қалып еді. Жазылып кетсін. Вау. Сонда, сіз ауырып қалдыңыз ба не? Қорықпа, қатты ауырған жоқпын негізі. Осы қаладағы осы больницаға апарайын да. Қойш, бармайым. Көрдіңдер ма аталарың? Пысық. Қырсық қой дейсіз ғой, иә? Так, енді Мадина қашан келеді?
Білмеймін қашан келетінін, әйтеуір келеді ғой. Иә. Айтпақшы, мен сіздерге сыйлығым бар, қазір әкелемін. Так, міне. Міне сыйлығым. Так, қазір барамын. Кеттім. Ата, әже, сіздердің жақсы көретін сыйлықтарыңызды әкелдім. Біздің печенье ғой мынау. Иә, мен өз қолыммен жасадым. Жаным, менің жаным. Құдай береді саған өзін. Міне, алыңыздар. Бір күні ауылға да кеп тұр, қызым. Иә, кеп тұрамын ғой. Осы ойланым бар. Бір жазда бар ғой. Мадинамен екеуін. Адина екеуін. Осы ауылға барам деп. Иә, жақсы идея. Иә, әкешім, жазда барайықшы. Иә, барасыңдар. Ал енді қазір Мадина келетін шығар. Иә. Біздің қырсық қызымыз да кеп қалды. Амандаспайсың ба? Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, мама, папа, енді осындай бір тірлігі бар қыздың. Амандаспаған нес? Иә, қазір қасына бару керек ау. Қасына барып келейін. Қалайсың, қызым? Не болды, не жағдай? Неге амандаспай кеттің? Ауылда бәрі жақсы. Мен сізден ауылда бәрі жақсы ма деп сұрап жатырмын ба, қойыңызшы, кететін шығар. Қызың біраз қырсықтау екен. Иә, кешіріңіз, ондай болып тұрса. Ұйықтап қалды ма? Иә, ол ұйқыбас. Ұйқыбас демей, мен өзің жалмауыз. Кет жары. Қызым, үйтіп айтпап кеңе. Жарайды. Ал, рахмет, балалар, күшті қарсы алдыңдар. Дастарханың да әдемі жайнапты екен. Күнде естіп дастархандарың жайнап тұрсын. Қызым, рахмет сыйлығыңа. Иә, жаным, сол. Сау болыңыз, ата, әже, кеп тұрыңыздар үйге. Иә, кеп тұрыңыздар арасында. Жарайды, кеп тұрыңыз. Сау болыңыз. Мына қыздың ұйқысы кепті. Ұйықтап қапты ғой. Бүгін таңертең ертеге ата әже келеді деп. Иә, қуанышына қоймысемады ғой. Жарайды, енді уақыт болды ғой, біз де ұйықтайық. Қайырлы түн. Мен де жатайын. Кеттім. Достар, егер видеоны алса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл егіздердің екінші сериясының соңы. Үшінші сериясын күткілеріңіз келсе, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.